Начинкаңыз ағып, пирогыңыздың тестасы дұрыс шықпай жүрген болса, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Осы пирогтың барлық жасалу жолындағы қыр-сыры мен секретімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Керекті ингредиенттердің мөлшерін төмендегі описание бөліміне жазып кеттім, сол жерден қарап алыңыз. Онға сахарная пудра, тұз және разрыхлительді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қант емес, міндетті түрде сахарная пудра қолдануға кеңес берем, сол кезде сіздің пирогыңыздың тестасы сондай нәзік, әдемі болады. Құрғақ ингредиенттерді араластырып болғаннан кейін бөлме температурасындағы сары майды қосып, крошка жасап араластырып аламыз. Оның үстінен бір жұмыртқаны жарып, тестамызды елейміз. Жұмыртқамызды міндетті түрде С0 категориясында алыңыз. Яғни үлкен жұмыртқа деген сөз ғой, бізде осындай әдемі үгітілмелі қамыр шығады. Енді бұл жерде майдың проценті 72%-тен кем болмау керек. Пампушка сияқты арзан маргариндермен жасасаңыз, тестаңыз ондай әдемі шықпайды. Қамырымызды холодильникке жіберіп, начинкасын дайындауға кірісеміз. 20%-дан кем емес қаймаққа 3 жұмыртқаны және 100 грамм қантты, аздап ванилинді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және кукуруза крахмалын қосамыз. Картоп крахмалын пайдаланып жүрмеңіздер, ол кукуруза крахмалы сияқты ондай нәзік, әдемі болмайды. Осылайша барлығын жақсылап тұрып бір араластырып аламыз. Сонымен біздің начинкамыз дайын болады. Енді холодильникте тұрған қамырымызды алып, форманың бетіне орналастырамыз. Менің формамның диаметрі 26 сантиметр, барлық құрам осы 26 сантиметрлік формаға арнап жазылады. Төменнен қарап аласыздар. Енді начинкамызды құямыз. Мен бетіне вишня септім. Бұл бірақ міндетті емес. Қаласаңыз вишня себіңіз, қаламасаңыз осылайша 180 градуста пісіре берсеңіз болады. Яғни наны пісіп қызарғанша 180 градуста қарап отырып пісіресіз. Әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан пісу уақыты да әркімдікі әрқилы болады. Піскен пирогты суығанша салқын жерге қойып әбден суытып аласыздар. Бір түн тұрса тіпті жақсы. Мінекей осындай нежный, әдемі үгітілмелі қамырмен дәл осындай әдемі пирог шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама тіркелмесеңіз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыз.